Сізді құрметтеуші едім дейді, бірақ жаман ақыл бердіңіз, ужас дейді, келіндерді құтыртып қойдыңыз, өте ұят дейді. Жұмагүл. Қазақстанның келіндері маған қарап тұрмайды не? Келіндерді күйеуі тәрбиелейді, молда тәрбиелемейді. Біріншіден, екіншіден, ененің бәрі сіз сияқты емес, адамның бәрі сіз сияқты емес. Сіздің қызыңызды біреу ұрып соғып тепкілеп, желкесінен шығарған кезде жеген, сол кезде менің сөзім есіңізге алатын боласыз бұйырса. Сондықтан 5 саусақ тең емес, бұл әркімнің жағдаятына қарай айтылған нәрсе. Мен сіздерге ұнау үшін, мені жақсы етсін, мені құрметтесін, мені бағаласын деп отырған жоқпын. Шариғаттың үкімі қалай айтылады, солай айтамын. Бізде біреуге жағу үшін, енелерге жағу үшін келіндерді жамандау керек, келіндерге жағу үшін енелерді жамандау керек, біреуге жағу үшін халықты жамандау керек, халықты жамандау үшін біреуге, ол дұрыс нәрсе емес. Байға жамандау үшін кедейлік түсіру дұрыс нәрсе емес ол. Олды айтып қойыңыздар. Сізге ұнай ма, ұнамай ма, ол сіздің шаруаңыз. Бірақ шариғаттың үкімі шындықты айтылу керек. Біреудің ақысы тапталынбау керек. Отбасыда қаншама әйелдердің жылап, қаншама әйелдердің қайғырып жүргенін көрсеңіз, сол кезде айтқан боларыңыз. Мүмкін сіздің басыңызда ондай жоқ шығар, сенің балаңда ондай жоқ шығар, бірақ немереңізде болып қалып жүрмесін, басқа біреуде болып қалып жүрмесін. Сондықтан бұл тағдыр болғаннан кейін шын мәнінде бұл жараның аузын аштық біз. Мен аштым. Бұл нәрсе бар. Жоқ, бізде ондай нәрсе жоқ деген сөз қате сөз. Жылап, семьясынан қайырып, енесімен бала, мамасымен баласы қосылып келінді ұрып, екеуі көшеге қаңғытып жіберген сондайларды көрген кезде, сонда не дін тек қана бір адамның сөзін сөйлеп, бір адамға жығып беріп, қалған бәрі жығылу керек па не? 30 жыл бойы жығып бердік біреуге. Не болады? Жақсы болды ма не? Сондықтан ондай нәрсені қойыңыздар. Ол дұрыс нәрсе емес. Бір адамның сөзін сөйлеп, біреуді дінді құралға қолдандық біз. Қойыңыздар осы нәрсе. Дін ойыншық емес ол. Енелерге жағу үшін келіндерді басу керек, келіндерді құтыртпау керек. Ол сенің балаң ие болады оған. Молда ие болмайды оған. Түсініп алыңыздар. Сенің балаң өзі ие боламаса бір қатынға, ұлы сөздің ұяты жоқ. Сонда не, молда сізге ақыл айтып шықсын ба не? Сондықтан әр нәрсенің жөні бар. Сіздің балаңызда проблема, молдада емес. Келіндерді құтыртып қойдыңыз деген не сөз? Қазақстанның келіндері маған қарап тұрмайды не? Сондықтан ол сәл кішкене сөзді дұрыс ойланыңыз және дұрыс сөйлеңіз. Келініңіз құтырып жүрсе, проблеманы баладан іздеңіз. Бізде солай. Біреуді сындыру үшін, біреуге жағу үшін, біреуге сөйлеу керек. Ол дұрыс нәрсе емес. Өткенде кеше бір үлкен форум өткіздік, біз форумда сол сөзді содан айттым мен. Өткенде интернетте күйеуден ажырасқандарды жек көрем мен, сендермен отырғым келмейді деп бір әйел. Сен отырғың келмесе отырмай-ақ қой, бірақ әркімнің тағдыры әртүрлі. Біреу бақ көреді, біреу қиыншылық көреді, біреу тозақ көреді. Сонда өле бер сол біреудің қолында деп айтуымыз керек пе не? Дұрыс емес ол жаным. Дұрыс емес. Өткенде Төреғали Төреліге сен біздің балаларымызды бұзып атсың деп. Сонда сіздің балаларыңыз Төреғали тәрбиелей ме? Интернет тәрбиелей ме сонда? Сонда сіз ойланып көріңізші, сіз балаңызды кім тәрбиелеп жатыр? Әйелдерді кім тәрбиелеп жатыр? Жоқ, ол дұрыс емес ол. Сізге ұнай ма, ұнамай ма, ол шариғат, ол шындық ол. Біз біреудің ақысын аяққа таптама дедім. Әйелді әйел болу керек, еркекті еркектей сыйлау керек, ата-ананы ата-анадай сыйлау керек. Құрметтеңіздер, біреудің қызы ол. Ұнай ма сізге, ұнамай ма? Түсінем, енесіз. Енелерге ұнамайды кейбір менің сөзім. Ұнамай қойсын. Бірақ, ұнау үшін айтқаныңыз, біреудің ақысы, біреудің баласын таптамаңыздар аяққа. Тапталып қаласыздар. Біреудің ақысын аяққа таптаған адам тапталып қалады.